Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін өсімдік жасушасының құрылысымен танысамыз. Денесі бір ғана жасушадан тұратын ағзаларда әр жасуша өз алдына жеке ағза болып есептеледі. Көп жасушалы ағзадағы бір жасуша ағзаның кішкене бір бөлшегі ғана болып табылады. Бүгінгі сабақта біз кез келген бір өсімдіктің жасушасының құрылысымен танысамыз, яғни оның жасушасының құрылысы неден тұратынын білеміз. Мына жердегі суреттерге қарап отырыңыздар, яғни кез келген жасушаның құрылысы жасуша қабықшасынан тұрады, цитоплазмадан тұрады, ядродан тұрады, пластидтерден және вакуольден тұрады. Енді мына суретке қараңыздар, өйткені қазір келесі слайдтардың барлығы осы сурет бойынша сіздерге айтылады. Бірінші номерде көрсетілген ол бізде ядро. Білесіздер, ядроны. Екінші суретте көрсетілген ол бізде вакуоль, яғни іші шырынға толы қуыс. Мына ортадағын айтамыз. Үшіншісі ол бізде қабықша, жасушаның сыртын қоршап тұрады. Төртіншісі ол цитоплазма. Яғни мына жердегі вакуольдің сыртындағы сұйықтықтың барлығы цитоплазма болып табылады. Құрылыс туралы қазір айтамыз. Бесіншісі қабықша саңылау болып табылады. Яғни бір жасуша мен екінші жасушаның арасындағы зат алмасу процесіне қатысады. Сіздердің алдарыңызда көрсетіліп тұрған бұл пияздың өңінің жасушасының құрылысы. Мына суретті дәптерлеріңізге салып алыңыздар, сіздерге аса қажетті болады. Енді әрбір жасушаның құрылысына жеке тоқтала кетейік. Біріншісі бізде берілгені бұл жасуша қабықшасы. Бұл жаңа үшінші номермен көрсетілген болатын. Мына жерге мені қарап алыңыздар. Бұл жасушаның сыртын қаптап тұрады. Жасуша қабықшасы ол өте тығыз болады, қалың болады, қатты болады, ыстық суда, басқа да қосылыстарда ерімейтін мықты болады. Қабықша бұл жасушадан тұрады. Яғни жасушалық дегеніміз ол целлюлоза. Қабықшаның жұқарған жерін саңылау деп атайды. Саңылау арқылы біріншіден бір жасуша мен екінші жасушаның арасында өзара су алмаса да, газ алмаса да, және зат алмаса да. Екіншіден бір жасушаның цитоплазмасы екінші жасушаның цитоплазмасымен байланысады. Қабықша жасушаға белгілі пішін береді және мықтылық қасиет береді. Ішкі бөліктерін зақымдаудан, кеуіп кетуден қорғап тұрады. Осы жердегі айтылған ақпараттардың барлығы сіздерге ұбт-да кездеседі. Екіншісі бұл бізде цитоплазма. Ол төртінші номермен көрсетілген. Мына жердегі бүкіл бөлімді алып жататын осы цитоплазма болып табылады. Бұл грек тілінен енген сөз, яғни цитоз жасуша, плазма сұйықтық деген мағынаны білдіреді. Жұмыртқаның бұлар ақуызына ұқсас, мөлдір, желім тәрізді созылмалы қоймалы жым тірі зат. Цитоплазманың құрамында 60-90% су болады, 10-20% нәруыздар, 2-3% май, 1% биорганикалық заттар кездеседі. Жасушаның тіршілігіне қажетті денешіктер цитоплазмада орналасады. Жаңағы айтқан, мысалы, ядро дедік біз, вакуоль дедік, пластидтердің барлығы осы цитоплазмада орналасады. Жасушада жүретін барлық күрделі тіршілік әрекеттерге қатысады. Цитоплазмадағы жасушадағы зат алмасудың көпшілігі жүзеге асады. Бұл үнемі қозғалыста болады. Цитоплазма. Келесі ядро. Бұл жаңа екінші номермен көрсетілген. Сіздер алдындағы суреттерді мән беріп қарасаңыздар, бұның басты ерекшелігі цитоплазмаға қарағанда тығыз болады және оның сыртын екі қабатты қабықшасы болады. Сондықтан біз осы ядроны қос мембраналы органоидтерге жатқызамыз. Өйткені екі қабаты бар сыртында. Цитоплазманың ішінен пішіні өте анық байқалып тұрады. Жаңа байқадыңыздар, жасуша қабықшасындағы ядро қабықшасында да өте жұқарған саңылау болады. Яғни ол саңылау арқылы цитоплазма сұйықтығымен өзара ұдайы байланысып зат алмасады. Әрбір тірі жасушаның тіршілігі ядро мен цитоплазманың тіршілік әрекетіне байланысты. Ядроның басты қызметі ол көбеюге қатысады. Келесі пластидтер. Пластидтерді сіздер білесіздер, тек қана өсімдік жасушасына ғана тән болып келетін. Бұлар бактерия мен саңырауқұлақта болмайды. Яғни оның құрамындағы түрлі бояғыш заттарға байланысты біз бұларды хлоропласттар, хромопласттар және лейкопласттар деп үш топқа бөлеміз. Енді осылардың әрқайсысына сипаттама бере кетейік. Біріншісі хлоропласттар.
Хлоропласт өсімдікке жасыл түс береді. Өсімдіктің барлық жасыл мүшесінде кездеседі. Оның құрамында хлорофилл деген пигменті бар. Бұл пластидтің басты қызметі органикалық ағзалық заттарды түзуге қатысады. Екіншісі хромопласттар. Бұлар гүл күлтелеріне, піскен жемістерге, күзгі жапырақтарға, жем тамырларға қызыл, сары түс береді. Үшіншісі лейкопласттар. Бұлар өсімдіктің тұқымында, тамырында, түйнегінде кездесетін түссіз ұсақ түйнешіктер. Олар өсімдіктің қоректі қор жинауына қатысады. Бұл яғни қызметі болып табылады. Келесі бізде өсімдік жасушасының соңғысы құрылысындағы бұл бізде вакуоль болып табылады. Жаңағы алдыңғы суретте, ең бірінші слайдта екінші номерде көрсетілген болатын. Мені қараңыздар, мен айттым, шырынға толы сұйықтық болып табылады дедік. Бұл да цитоплазмада орналасады, сыртында бұныңда қабықшасы бар, іші шырынға толы болып келеді. Жасуша шырынның жиналуына байланысты біртіндеп пайда болатын органоид. Шырынның құрамында органикалық заттар болады, қышқылдар болады, витаминдер болады, тұздар болады. Жасушаның олар қоректенуіне жұмсалады. Вакуольдің ең басты қызметі жасушаның ішіндегі сұйықтықтың қысымын реттейді. Егер де қысым өзгерсе, өсімдік қурап қалады. Вакуоль сулы ортаны қалыптастырады және ол заттарды ыдыратады. Осы жердегі кездескен ақпараттардың барлығы сіздерге ұбт-да кездеседі. Бұл слайдта айтылған ақпараттың барлығы сіздерге түсінікті деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.